Сәлем достар, бүгін сіздермен таңғы асқа овсяной каша жасаймыз. Яғни геркулес деп айтсақ та болады. Алдымен бізге сүт қажет болады. Мен сүтті 200 грамм аламын және үстіне 600 граммдай фильтрден алынған суды қосамын. Енді үстіне мен Царь фирмасының 5 злаков геркулесін пайдаланамын. Одан бізге 100 граммдай қажет болады. Одан кейін үстіне шымшым, тұз қоссаңыздар болады. Шекер қоспаймыз. Бұл бізге папаға арналған диеталық каша. Енді келесі кезде қақпағын жауып, уақытына қоямыз. 15 минутқа қоямыз. Одан кейін 90 градуста қайнатамыз. Скорость 2-ге қоямыз. Міне біздің бүгінгі дайындаған папа таңғы асымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Денсаулыққа пайдалы осындай әртүрлі таңғы астарды міндетті түрде жасап ішіп жүріңіздер.